баспалдақпен 20-шы қабатқа ма? күзетшілерің қатал екен. Сіз немен айналысасыз, мистер Паркер? Шынымды айтсам, ештемемен. Питер ағасы мен жеңгесімен. Әке, айтпақшы өрмекші адам ұстадыңдар ма? Жоқ, бірақ ұсталады. Меніңше ол сіздерді қолдап жүр. Елді бұзақылардан қорғайды. Ендігәрі көлік ұрлағың келсе, ұрыс сияқты киінбе, достым. Қопсың ба? Қызыл ала тырысқан киімді киген полиция дейсің бе? Ал ол болса, бет аузын тұмшалап жүреді, ұрыс сияқты. Сен кімсің? Columbia Pictures ұсынады. Әкесіз ер жету қиын әрине. Андағы туралы мен ұмытып кетіппін ғой. Әкеңдікі. Одан өткенді жасырды. Әкең өте тұйық адам болатын, Питер. Доктор Коннорс, Ричард Паркердің ұлымын. Миллиондаған өмірге араша түсірек. Өз өмірме де. Ол сұрақтарына жауап іздей бастады. Керемет. Мұны қалай шештің? Нью-Йоркте бір түрі пайда болыпты дейді ғой. Бірақ ол өте қауіпті. Осы жазда Оны тоқтатуым керек. Оның жаратылуына себеп болған мен. Жаратылуына? Біле білсең, бұл менің парызым. сөйтіп, 38 полицей бір жігіт ұстай алмады деңдер. Жасырылған құпия. Шындықты білгің келе ме, Питер? Келді анықта. Ашылады. Өрмекші адам деп аталатын азаматты тұтқындауға бүгін бұйрық бердім. Жетпеген осы еді. Жаңа өрмекші адам. Жақында 3D форматта.